Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айжан. Бүгін біз өте керемет дәмді шығатын еттен пирог дайындайтын боламыз. Құрамына сары май, ұн, қаймақ, қопсытқыш, ет, картоп, жұмыртқа, пияз, тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш. Алдымен ұнымыз бен қопсытқышымызды ситадан өткізіп аламыз. Содан соң ертілген сары майымызды саламыз. Қаймағымызды қосамыз. Жұмыртқамызды жарып қосамыз. Енді жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Дайын болған қамырды салафанмен орап, холодильникке салып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Етімізге тұзымызды саламыз. Бұрыштарымыз саламыз. Пиязымызды саламыз. Картопымызды салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды алып, екі бөлікке бөлеміз. Біреуін кішірек, біреуін үлкенірек қылып бөлеміз. Пергамент қағазының үстіне осылай әдемі қылып жайып аламыз. Осылай жайып алғаннан кейін бетіне салмасын саламыз. Екінші нанымызды бетіне қойып, шет-шетін жапсырып шығамыз. Жұмыртқа бір тал және шым-шым куркума салып, бетіне жағамыз. Вилкамен тесіп шығуды ұмытпаңыздар, мен ұмытып кетіппін. Содан кейін вилкамен тесіп шығамыз. 180 градусқа 40 минутқа пешімізге салып аламыз. Әркімнің пеші әр түрлі. Осылай тесіп шығамыз. Менде осылай болып пісіп шықты. Өте керемет, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көрулеріңізге болады. Сіздерге ас болсын. Каналыма жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаймыз. Келесі кездескенше.